Ассаламуалейкум. Бүгінгі сұхбаттың қонағы қоғам қайраткері, режиссер Болат Атабай. Болат аға, Назарбаев режимі өзінің халқына оқ атты. Сіз билікті қатты сынап келе жатқан адамсыз. Жалпы өз басыңыз дәл осындай жауыздықты күттіңіз бе? Бұл жауыздықты күтпеу мәселесі емес. Бұл оған әулие болудың қажеті жоқ. Өйткені биліктің, президенттің рухани негізі жоқ. Біздің ата-бабаларымыз арды, рухты, ар деген рух қой, соны абсолют деп қабылдаған болатын. Енді сол үрдіс жоқ қазір Қазақстанда. Мына биліктен, мен рухани негізі жоқ биліктен мен бәрін күтем. Жауыздықты да күтем, сатқындықты да күтем, бәрін күтем. Қарусыз халықты қарулы әскерлер қуалап атқылап жүргенді көрген кезде қандай әсерде болдыңыз? Енді қандай әсерде, дені дұрыс адам қандай әсерде қалуы мүмкін? Біріншіден ішкі протест, ішкі айқай, шарасыздық, амалсыздық, әлсіздік, қолынан түкті келмейді айқайлағаннан басқа. Бірақ 16 күні мен түске дейін маған хабарлап тұрды телефонмен Жаңаөзеннен жігіттер, қыздар. Түстен кейіннен бастап байланыс болмай қалды. Осының бәрін айтқан болатын маған. Бірақ енді естіген бір бөлікті көзбен көрген басқа ғой енді. Жалпы тарихта өз халқына оқ жаудырған диктаторлар өте көп болған. Ал сол диктаторлардың, сондай билеушілердің өмірінің соңы қалай аяқталып отырды? Қарғыс атады, қарғыс. Қаншама миллиондаған қазақ қазір Назарбаевты қарғап жатыр. Қарғыс ол рухани бір дүние, ол бәрі материяға айналады. Назарбаев бұған дейін халыққа жаппай оқ ату, халықты жаппай ашықтан ашық қыру әрекеттерін жасай қойған жоқ. Бірақ дәл осы әрекет сіздің ойыңызша қалай дәл осы билік режимінің бір соңғы демі, соңғы тұяқ серпісі деп есептей аласыз ба? Енді қазіргі жасап жүрген тірлігіне қарасаң, өзін қалай құтқарарын білмей жүр ғой енді. Мына ақпарат бүкіл дүниежүзіне тарап кетті. Мына Жаңаөзенде болып жатқан жүгенсіздік дейін ба, қастандық дейін ба, қарақшылық дейін ба, бұның бәрі дүниежүзіне мәлімет болды. Енді қазір Назарбаевтың жүрген түріне қарап, сөйлеген сөздеріне қарап, оғасың енді шарасыздықтан енді бұл үрейде жүр. Мына осы биліктің өзінің бір нышаны ол үрей, қорқыныш. Сол үрейді бұл халықтың мойнына салғысы келеді. Халықты қорқытқысы келеді. Өзінің үрейін халықтан көргісі келеді. Бірақ Жаңаөзенде қорықпады. Теодор Адорно деген мәдениет танушы философ Австрияның кезінде айтқан екен. К чему вся история культуры, к чему вся классическая музыка мира, если к власти пришел Гитлер? Сондықтан осыдан-ақ ойлай береді. Мен де соны қайталап айтып отырмын. Сондағы бұл ата-бабаларымыздың ғасырдан ғасырға берген мұрасының, мәдени мұраның, мәдениеттің, өркениеттің, бүкіл дүниежүзілік мәдениеттің, цивилизация дейміз ғой, соның бәрінің жемістері 10 минуттың ішінде быт-шыт қылды ғой. Соны не үшін сонда рухани негіз жоқ адам қалай мемлекетті басқара алады? Өз халқына оқ ату деген, ол не деген сұмдық бұл? Яғни ешқандай моральдық құқы қалған жоқ дейсіз ғой? Ешқандай моральдық құқы жоқ, ол кету керек. Дәл осы жауыздық әрекеті кезінде өзге қоғам өкілдерінің мына ұлт қаймағы болып ел алдында ақыл айтып жүретін зиялы қауым дейміз, осындай интеллигенцияның өзін өзі ұстау үрдісіне көңіліңіз тола ма? Көңіліме толады деп айта алмаймын. Енді солардың бір сияқты болып отырмын ғой, мен өзіме де көңілім толмайды. Өйткені мен де түк істей алмадым, олар да түк істей алмайды. Бірақ ел басының қасында жүрген зиялылар бар, кездесетін, сөйлесетін адамдар бар онымен. Олармен достасып жүрген, дос-сымақ болып жүргендер де бар. Солар мысалы неге араша деп қасына бармады? Мысалы, Әбіш Кекілбай, Фариза Оңғарсыновалар, мына бұзақы балалардың бұл әрекеті дұрыс болмады, тойымыздың шырқын бұзды деген сияқты, керісінше ереуілші мұнайшыларды айыптап сөз айтты.
Ал кеше Назарбаев Жаңаөзенге барған кезде бір қарапайым шал балаларымыздың қаны кімнің мойнында деп айғайлап үлгеріп қалыпты. Осы жерде сол қарапайым шал мен жаңағы билікке жағымпазданған зиялылардың іс-әрекетін қалай салыстырар едіңіз? Салыстыруға болмайды. Өйткені зиялы деген, мысалы, өзімнің қара басымның қамын ойлап, бала шағамның қамын ойлап, тек қана солардың айтқанымен жүріп, солардың жағдайымен жүріп, зиялы бола алмаймын. Жаңағы ақсақал, халықтың қаны, қырылған жігіттердің, балалардың қаны кімнің мойнында деген, ол зиялылықтың белгісі ол. Ол деген бір батырлықтың да белгісі. Өйткені қазір бәрі қорқады оны айтуға. Мен айтып отырған жаңа зиялылар бәрібір Назарбаевпен кездесе алмайды. Оны ешкім кездестірмейді. Сондықтан артық сияқты олар зиялыларға қазір. Бірақ зиялылар ақпарат құралдарына өзінің ойын білдіре алады ғой. Неге мәймөңкеленіп кетеді сол? Неге екі сөйлеп кетеді бұлар? Сонысымен қинайды ғой адамды. Неге өзінің позициясын, өзінің пікірін ашық айтпайды? Мен білем ғой, жаңағы аты аталған, аты аталмай қалғандарда ойы басқа, сөзі басқа. Ойында халықпен бірге, ал сөзінде жаңа елбасын мақтап шыға келеді. Мен бұл 200-лік қайдан пайда болған деп ойлайтын. Абайды оқысаң, бәрін түсінесің. Заман деп жатыр ғой. Мен де араласам ғой сол зиялылармен қазір. Заман сондай болды, заман. Мен айтам, заманды адам жасайды. Заман адамды жасамайды. Біз жасадық осы заманды. Біз кінәліміз. Қандай мемлекет құрдық? Рухани негізі тірегі жоқ мемлекет құрдық. Болат аға, Жаңаөзен жабық қала. Ол жерде қазір тұтқында және тергеуде азапталып жатқанда көптеген бауырларымыз бар деп естіп алаңдап отырмыз. Жалпы өзге аймақтағы адамдардың сол бауырларына көмектесудің жолы қандай? Қазір көмек не? Көмек жариялық керек. Мына соның бәрін әшкерелеу керек. Соның барлығын бүкіл дүниежүзіне жаю керек. Білсін дүниежүзі Назарбаевтың кім екенін. Менің қазір істеп жүрген тірлігім ақша жіберіп жатырмын. Маған қазір көмек не? Ақшалары жоқ, тамақ алуға ақшалары жоқ. Үйлерінде тамақ жоқ олардың. Сондықтан 300 мыңдай ақша мен жібердім, жинап. Тағы да жинап жатырмын. Бірақ көп адамдар аттарын атамайды. Мысалы, білем, бизнесмендер бар, өнер адамдары бар. 5 мың болса да, 10 мың болса да жіберіп жатыр. Өздеріне берем шотты, өздері де жіберіп жатыр. Менің істеп отырған тірлігім қазір қолымнан келген осы. Сосын кейін шетелге ақпарат жіберіп жатырмын. Немісшеге, ағылшынға аударып. Сұхбатыңызға рахмет, Болат аға. Саясат емес па? Қайда олар Нұр Отан? Сондықтан мен басын ашып алайын. Егер мен қазір сапамды, өзімнің деңгейімді өзгертпесем, егер сол бір орында қалып, борсыған су сияқты бір жерде тұра берсем, ештеңе өзгермейді. Мен бұлай да жүруім керек, бұлай да жүруім керек, аспанға да шығуым керек. Неше түрлі әрекет жасауым керек, өйткені маған талапты орындату керек. Ал талап қандай? Ақшаны көбейтсін. Қарадым, көрдім жаңа тұрған жерімізде, ауланың. Қала байлықтың үстінде өтіріп, аттарыңа дәлет, ана үйлердің арасындағы жолдардың жол не сұмды анау? Неге қирап жатыр ана жақтар? Сол байлық қайда, сол неге жөнделмейді? Неге көгермейді мына Жаңаөзен? Сол немене, сол түсінбей ме бұлар? Үндемегендіктен. Әй, үндемейік, әйтеу бірдеңе болады. Көппен көрген ұлы той деген бір сөз бар жаман. Көппен көрген ұлы той деп үндемей отыра беруге болмайды. Неше айтасыңдар ма? Шай отына айтпақтың амайсыздар. Тоқтаңыздар енді. Ондай болғаныңызды мен де айта аламын. Сондықтан мына сөзбен, заңмен жұмыс істейміз қазір. Ал ол сөз де өтпесе, ол заңына түкіргеніміз бар ма? Көреміз ол. Уақыт әлі келеді Алла береді. Сондықтан мен сіздерден өтінетінім,
Егер сіздерден бізге қолдау болмаса қазір билік не істеп жатыр? Билік бізді сіздерден қиып тастағысы келіп жатыр. Мына қан тұрып қалу керек ол үшін. Араласпау керек. Сіздерді ешкіммен араластырғысы келмейді. Шетелден келді ғой. Шетелден тағы келеді. Ол не үшін келеді? Биліктің дамбалын шешіп көрсету. Міне демократияның түрі бізде мынау Қазақстанда. Олар шетелге бізге демократический ел деп неше түрлі саммит жасады, ОБСЕ-ге бастық болды, тағы да мемлекеттік бір халықаралық шараларды показуханы көрсетіп жатырмыз. Олар ойлайды, ойбай мына қазақтар деген гүлденіп жатыр екен дейді. Сол күлін көрсетейік деп жатырмыз, көктерінің гүлдерін. Сондықтан шетелден де шақырамыз. Амандық болса, штаб ашамыз. Сізден жасыратымыз жоқ, мына Айжан деген қызымыз. Сол штабты ұйымдастыратын адам осы, Аргали. Ақша таптық. Енді не? Вторник қазақша қалай? Сейсенбі күні Алматыда пресс-конференция болады. Комитет по защите семей нефтяников дегенді құрдық. Семьяларға көмек керек. Үйде отырған бала шаға бар, олардың кінәсі жоқ. Олар дүниеге келгенде, оларды не үшін кінәлаймыз? Әйел бар, әке шеше бар, тамақ керек, балаларды мектепке жіберу керек, киім кешек керек. Соған ақша жинап жатырмыз. Келген Пол Мерфи, Всемирный конфедерация профсоюз деген бар, соларға жіберген уже ақпарат алдық. Енді оларда көмектескілер бар. Шот ашты. Шоттарды алдық. Енді аразаларыңыздан арандатушылар болмау керек. Жаңағы шотты біз компьютер, интернет арқылы тексереміз. Қалай кетіп жатыр, кімге кетіп жатыр. Нақты көмек. Әр семьяға ақша кету керек. Өйткені мына жағдайда жұмыс істеуіміз керек. Мына жағдайда тұру керек қой әлі. Бұл бір күн, екі күнде бітетін мәселе емес. Сондықтан соларға мұнайшылардың жанұяларына ақшалай көмек жасайын деп жатырмыз. Енді сейсенбі күні Алматыда пресс-конференция болады, амандық болса. Сонда кездесеміз тағы адамдармен. Ол жерге 50 шақты өнер адамдарды, әдебиет адамдары, саясаткерлерді кіргізген жоқпыз ол жерге. Мен өзімді саясаткер деп санамаймын. Мен азаматтық қоғамның адамымын. Гражданское общество деген бар. Сіздер де мына отырсыз қазір, это гражданское общество. Мен саясаткер емеспін. Саясаткер болатын мен қызбамын. Саясаткер деген салқын қанды болады. Оларды еш уақытта сен жағадан шығара алмайсың. Мен айқайлап кетем, көтеріліп кетем, аузыма келген оттаймын, сосын кейін саясаткер деген ондай болмайды. Мен эмоцияның адамымын. Осында сіздерді көремін, мен сияқты. Осы көтеріп кететіндер бар екен. Жет тоқпақтап, жет тепкілеп. Сондай біреуімін мен саясаткер емеспін. Бірақ мен аузымды жаппаймын. Мен сияқтардың арқасында көптеген мәселе шешіледі. Сіздердің араларыңызда суырып сондай шығу керек. Отырамыз омал. Мен 98 жылдан бастап айқайлап келетім, түкіріп келетім. Айтады маған, түк өзгерген жоқ қой. Давлениен көтерді, давление таптың, қантың бар. Сахарный диабетсің деп айтады. Иә, айтсын. Иә. Ойлану керек кішкене. Пайғамбар да пенде. Сондықтан қараңыздар, бүкіл келмейтін дүние шығару жерде. Ойланыңыздар, ешкімге сенбеңіздер. Мынадан өткізіп, тағы да айтам, жүрекке салмаңыздар, мен сияқты. Басқа салыңыздар, салмақты. Миға рацио, мынау эмоцио, рациоға салыңыздар. Сондықтан қараңыздар, жаңағы қағаз таратқан, қанша қағаз болды, қарап шығыңыздар, бөлініп, сосын айтасыздар.